Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге 200 форманы қалай нолевкамен тапсыру керек, соны көрсететін боламын. Ең бірінші, кабинет исына деп кіресіз. Налоговый кабинеттің сайты толықтай ауысты. Кабинет исына деп жазсаңыз, осы шығады. Выбрать ЭЦП деп өзіңіздің ЭЦП кілтіңізбен кіресіз. Порталға кірдіңіз кілтіңізбен. Осы жерде сіздің профиліңіз тұрады. Профилдің астында представляемый ФНО деген графа бар, осыны басамыз. Жалпы мен уже автоматты түрде 200 форма тапсырылатындай қылып жасап қойғанмын, бірақ сіздерге көрсетіп шығайын тағы да. Осы жерде добавить деген кнопка бар, басасыз, 200 форманы таңдаймыз. 2026-тан бастап дейміз, және де мен бірінші кварталға жасап қойдым. Мысалы, сіз екінші квартал, үшінші кварталға келіп қалсаңыз, осылай оны таңдап, настройкасын жасап қоясыз. Подписать и отправить деп ЭЦП-мен қол қойып жібересіз. Қол қойып болғаннан кейін, представляемый ФНО дегеннің астында сіздің автоматты түрде тапсырылатын формалардың қатарында 200 форма тұрады. Осының жанында 3 кнопканы бассаңыз, оны өзгертуге болады, немесе бұл настройкадан алып тастауға болады. Егер сізде работниктар пайда болса, оларға отчисление төлеп жатқан болсаңыз, онда осыны прекратить деп 200 форманы тапсыру керек болады. Жалпы қысқаша осы каналға жазылып қойыңыз, жақын арада 200 форманы қалай толтыру керек, ИП упрощенка және ИП общеустановленный режимге шығатын болады. Сау болыңыздар.